Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін мен сіздерге үйде қалған мынандай маталарды қалай іске асыру керектігін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік. Ең алдымен қалған маталарды 9-да 9 сантиметр қылып қырқып аламыз. Егер де көп жасайтын болсаңыз, мен сияқты картоннан қырқып алыңыздар. Мен бұл қалдық маталардан 40-та 40 болатын жастық жасаймын. Диванда немесе орындықта отырған кезде арқамызға қойып отыратын жастық жасаймыз. Мен осылай 6 түсті матовый билюрден қырқып алдым. Осы 4 бұрыштыларды ортасынан бір сызып екіге бөліп аламыз. Осындай 3 бұрыштар шықты. Осы 3 бұрыштарды бір-біріне әртүрлі түсті қылып жалғаймыз. Мен билюрдің түгіне қарап тігіңіз деп айтатынмын. Енді бұл жерде билюр бір-бірін түгі екі түрлі болады да, бір-бірін итереді да, дұрыс тігілмейді, сондықтан инемен қадап алсаңыздар болады. Дәл осылай барлығын бір-біріне қосып шығамыз. Әр түрлі реттілікпен қоса берсеңіздер болады. Қалдық Алланың 99 есімінің бірі, сондықтан қалдығымызды қалдырмай, дәл осылай іске асырайық. Барлық маталарды жазып, қай орынға қоятынымызды белгілеп аламыз. Сөйтіп, бір-біріне жалғап шығамыз. Маталарды бір-біріне кезекпен кезек жалғаймыз. Осылай бір-біріне жалғап 4 бұрыш шығардық. Енді сол 4 бұрышты бір-біріне жалғасақ, әдемі жастықтың беті шығады. Мен сияқты дәл ортасынан бастап тігіңіздер. Сол кезде дәл ортасы бір-біріне сәйкес болып келіп тұрады. Артық жіптерін кесіп алып тастаймыз. Осындай жастығымыздың бетіне әдем астар саламыз. Астарға барлық маталар жарай береді. Артық матамызды кесіп алып тастаймыз. Құрақ құрау дегеніміз осындай қалып қойған қалдықтарды бір-біріне қосу арқылы құрақ құрау, яғни ысырапшылдыққа жол бермеу. Достар, менде осындай 40-та 40 болатын жастық шықты. Оның астарын мен матовый билюрдан тіктім. Ішіне синтефон немесе холофайбер салып пайдалана берсеңіздер болады. Достар, егер де менің жасап жатқан жұмысым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, арнама тіркеле кетіңіздер. Ол маған мықты мотивация болсын. Мен сіздерді күтемін. Сау болыңыздар.